Сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіз. Менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта керемет рецепттер шығатын болады. Бүгін мен сіздерге осындай керемет салат түрін көрсетпекшімін. Керек заттар бізге: піскен ет, піскен күріш, піскен жұмыртқа және қызылша. Қиярымыз да керек болады. Алдымен қиярымызды 4-1 етіп турап аламыз. Құрметті достар, менің каналымда қоян етінен ерекше гуляш шықты. Оны көру үшін сіз менің каналыма тіркелген болуыңыз керек. Сол кезде ғана ол рецепт сізге көрінеді. Шұңғылда ыдысты алып, үстіне піскен етімізді саламыз. 4-1 етіп тураған жұмыртқамызды саламыз. Қиярымызды саламыз. Піскен күрішімізді саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Күрішменде 1 кесе күріш болды. Соны жақсылап қайнатып пісіріп аласыздар. Келесіде майонез саламыз. 1 шай қасықтай тұз саламыз. Дағыны барлығын жақсылап араластырамыз. Еш жер қалып кетпеу керек. Бәрін біркелкі етіп араластырып шығамыз. Араластырып болдық. Енді біз қоянның формасын жасайтын боламыз. Дайын болған заттарымызды қасықтың көмегімен бірінші домалағын жасаймыз. Келесіде қоянның құлағын жасаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қолымыздың көмегімен формаға келтіріп аламыз. Жұмыртқаның ағын теркадан өткізіп, бетіне біркелкі етіп жауып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Достар, менің каналымда өте жеңіл әрі тез дайындалатын салат түрлері бар. Кіріп жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Жұмыртқаның ағын үккіштен өткізіп, барлық жеріне қойып шықты, салып шықтық. Енді жұмыртқаның сарысын да үккіштен өткізіп, құлағына ойық жасап, соны салып шығатын боламыз. Мен көзіне қара бұрышты пайдаландым. Егер сіздерде қара жүзім болса, қара жүзім пайдалансаңыздар да болады. Мұрнына, барлық жеріне қара жүзім пайдалануға болады. Менде қара бұрыш болды, сондықтан қара бұрыш пайдаландым. Келесіде бізге аузын жасаймыз қоянымыздың. Ол үшін мен қызылшаны пайдаландым. Көріп тұрғандарыңыздай, қызылшаның орнында анар болса, анарды да пайдалануға болады. Жан-жағын ретте формамызды келтіреміз. Енді ыдысымызда ақ, қоянымызда ақ болғаннан кейін соны көрсетіп тұру үшін мен қызылшаны пайдаландым. Қызыл ғой, сіздерде анар болса, анар пайдалансаңыздар да болады. Мен қызылшаны пайдаландым. Байқап тұрған болсаңыздар, мен үй жағдайында үйде бар заттармен қоянды жасап шықтым. Себебі бізде келе жатқан 2023 қоян жылы екен. Қоян жылы сіздерге табыс, бақыт ала келсін деген үмітпен жасап көрсетіп жатырмын. Жаңа жыл жаңа табыспен алып келсін сіздерге. Осылай барлығын жасап шығамыз. Бізде қоян екенін білдіру үшін қызылшаның көмегін пайдаландық. Енді жақсылап жан-жағын қағаз сүлгімен сүртіп шығатын боламыз. Қағаз сүлгінің көмегімен біркелкі етіп, еш жерін қалдырмастан тап-таза етіп сүртіп шығамыз.
қоянымыз шашыраңқы болып тұрмас үшін әдемілеп сүртіп шығамыз, қарап тұрғандарыңыздай. Достар, жаңа жылдық мерекелеріңізді жақсы өткізіңіздер. Алда келе жатқан соған орай дастарханыңыздың сәнін келтіріп, әдемі болып тұрсын десеңіздер, ерекше осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте ерекше болады. Енді келесіде біз мұртын жасайтын боламыз. Ол үшін мен қиярды жұқа етіп турап алдым. Бұл жерде қиярдың орнына киви болса, кивиді пайдалансаңыздар да болады. Мұртын жасап болдық. Міне біздің қоянымыз дайын болды. Өте ерекше, дәмі де өте дәмді болады. Жасау жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Алла сізге разы болсын.